Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай, күн күрт суып, күз мезгілі келгенде барлықтарымыз жиі құлақ ауруына шағымданамыз. Егерде сіздің балаңыздың, өзіңіздің құлақ ауруы жиі болып жатқан болса, онда бүгінгі айтатын бір ингредиент сізге жақсы септігін тигізеді. Тек қана айтатын жағдай, ең алдымен ажыратып алу қажет. Жай құлақ ауруымен және асқынып кеткен құлақ ауруы, ол емделу жолы екі түрлі. Құлағыңыздан ірің тоқтамай 2-3 күн бойы аққан кезде міндетті түрде дәрігер маманы жүгініп, промывание, яғни тазалау арқылы құлақтағы сераның, іріңнің бәрін шығарып алып, одан кейін ғана менің сіздермен бөлісетін рецепті жасауға болады. Құлақ ауру кезінде ең жақсы тез әсер беретін, әсіресе кішкентай балаларға жаңағы дәрілердің қышқылынан оларда раздражение, яғни қабыну болып, олар жиі жылап, жаңағы стресс күйзеліске ұшырап жатады. Соның үй жағдайында жасалынатын рецебі ол менің артында тұрған алоэ гүлі. Осы алоэ гүлін пайдаланатын болсаңыз, құлақтағы қабыну, қызу, жаңағы температурасын көтерудің бәрін түсіріп, құлақтың ауруын тоқтатады. Яғни, сіздің құлағыңыз ауыра бастаған кезде, не болмаса сіз емдеп болып, оны қалпына келтіру кезінде сізге жақсы әсерін тигізеді. Тек қана іріңдеу кезінде болмайды, себебі оны тазалап алып, іші жаңағы пустой, яғни ешқандай ірің жоқ, таза кезінде ғана жасауға болады. Оны қалай пайдаланамыз? Негізінде интернетте алоэ гүлмен емдеудің сан алуан түрлері бар. Ең қарапайым, бәріңізге оңай, үйде кездесетін жолы ол алоэ гүлінің жапырағын астынан негізінде кесіп алу қажет. Жоғарыдан алатын болсаңыз, гүліңіз зақымданады, ал төменгі бөліктен алатын болсаңыз, гүлге ешқандай кері әсері болмайды. Мысалы ретінде осындай алоэ гүлінің осы бір жапырағын алып, ішіндегі осындай гельмен жаңағы құлағымызды емдейміз. Негізінде алоэ гүлінің құлақтан басқа біздің ағзамызға, сұлулығымызға, тісімізге, бетімізге, терімізге берер әсері өте көп. Алоэның сұлулыққа, денсаулыққа пайдасы қандай десеңіз, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде толық ақпарат алатын боласыздар. Және менің каналыма өтсеңіз, сіздерге пайдалы бет күтімі, шаш күтімі, негізі денсаулық, сұлулық жайлы өте көп ақпарат бар. Ал енді біз алоэға кірісейік. Міне мен қазір ұстап тұрғанның өзінде алоэ гелі тамшылап, өзінің жаңағы суын шығарып тұр. Осы судың пайдасы бізге орасан зор. Оны қалай жасаймыз? Мен күнделікті бір жапырақты ашып алып дайындап, осындай қақпағы бар банкаға, шыны банкаға сақтаймын. Тоңазытқышта 2-3 күнге дейін сақтауға болады. Ол үшін осындай жапырағын алып, екі шетіндегі инелерін кесіп алып тастаймын. Міне екінші шетіндегі инесін алып жатырмын. Менің алоэ гүлім өте тым үлкен екен, көріп тұрсыздар. Сол себепті мен қазір жапырақтың жартысын ғана пайдаланамын. Ал қалғанын қағаз, жаңағы салфеткаға орап, тоңазытқышқа сақтап қоямын. Оны осы гель біткеннен кейін келесі жолы пайдаланатын боламын. Ал екі шетіндегі инесін алдық, одан кейін мынандай бетіндегі жаңағы бір слой, яғни қияр тазалағандай қабығын алып тастаймыз. Ал бетінгі қабығын алып болғаннан кейін қасықпен осылай жүретін болсаңыз, гелі оңай алынады. Мен сіздерге кішкене ғана көрсетейін, өйткені камераның алдында тұрып жасау ыңғайсыз. Міне осы гельді алып,
Міне осындай шамамен гельді алып, мен осындай ыдысқа салып сақтаймын. Ал біз енді бүгін сақтамай оны қалай пайдаланамыз десеңіз, гельді алып, кәдімгі марля жаңағы матаға салып, ішіне кішкене езгілейміз. Мен сізге көрсетейін десем, марля жаңағы материалым бітіп қалған екен. Яғни марляның ішіне осы гельді саламыз, яғни тампон жасаймыз. Салғаннан кейін езіп кішкене жұмсартып алып, құлағымызға салып, яғни сол дайын болған тампонымызды күніне 2 мезгілден таңертеңгісін кешкісін құлаққа тампон ретінде мақтамен басып жауып қойып, 2-3 апта көлемінде жасасаңыздар болады. Сол кезде құлақтағы қабыну, ісіну, жаңағы аурушаңдық аурудың барлығын алып, суықты өзіне жақсы сіңіріп алады. Көп уақытқа дейін құлақ ауруынан құтылатын боласыз. Егер де сіздің негізінде құлақ ауруына бейім болсаңыз, күн суып, әрдайым құлағыңыз ауырып қалатын болса, күн суар алдында, яғни суық күздің алдында міндетті түрде алдын алып, 10 күн бойы жасап, сізге профилактика жасауға болады. Сол кезде құлақ ауруынан құтыласыз. Ал сіздерге тағы да 1-2 пайдалы алоэ жайлы лайфхак айтып өтейін. Сіздерге қызық болса, видеоны әрімен қарай қараңыздар. Ең алдымен сіздерге беретін кеңесім, әр адамның үйінде міндетті түрде алоэ гүлі өсіп тұру қажет. Себебі ол сіздің ағзаңызға, сұлулығыңызға, бет терісіңізге, шашыңызға, денсаулығыңызға берері орасан әсері көп. Мысал ретінде, таңертеңгісін бетіңізге уход жасамас алдында, бет қолыңызды жуып болғаннан кейін, осы алоэ гелімен бетіңізді сүртетін болсаңыз, бетіңіздің ылғалдығы күні кешке дейін сақталатын болады және құрғақ беттен құтылатын боласыз. Ал екінші, алоэні өзінің арнайы рецептары бар. Жаңағы ағзаға пайдаланып, ішек құрысындағы жаман иістерден, шлактардан қалай құтыламын десеңіз, менің каналымдағы келесі видеоны көретін болсаңыз, міндетті түрде пайдасын білетін